параметрлеріне кіретін болсаңыздар, сіздер мына жақтан тақырыбын өзгерте аласыздар, яғни тема. Одан кейін тілін ауыстыра аласыздар. Мен мысалы қазақ тіліне қойып қойдым қазір. Одан кейін мына чатты тазалап отырсаңыздар болады. Жалпы мына жерде жекелендіру бізде бұл біздің память, арай сөйлеу. Бұл жерде кейіпкер таңдай аласыздар, деректерді басқару элементтері. Жалпы енді ChatGPT бізде бірден түсінбейді. Сондықтан көбінесе біз оны диалог ретінде бастайтын боламыз. Жақсы. Міне сіздерге сұрақ қойып жатыр. Сіздер толық ақпарат білгісі келіп отыр. Ары қарай сіздерге осы бойынша жауап беретін болады. Қазір немен айналысып жатырсың дейді. Сабақ жоспарын жасап жатырмын деп жазып жіберейік. Міне енді бізден сұрайды, тақырыбы қандай дейді, қандай сыныпқа немесе курсқа арнап әзірлеп жатырсың, егер көмек керек болса айтып жібер деп бізге ұсынысын білдіріп тұр. Енді мысалға алайық. Ақпарат түрлері 5-ші сынып. Кетті. Енді бұл бізге сабақ жоспарын құрастырып беретін болады. Қазір байқасаңыздар, ChatGPT өте қатты дамып жатыр, себебі мына жерде мынандай иконкалар, смайликтер пайда болды. Бұрын бізде тек қана бұл ақпарат беруші ғана еді, яғни бөлімдерге бөледі болды. Қазір сіздерге мына ақпарат береді. Сабақтың мақсатын жасап берді бізге. Одан кейін сабақтың құрылымын, барлық минут уақытына дейін жазып қойды. Негізгі бөлім дейді мысалға мына жерде. Енді практикалық жұмыс дейді, қорытынды дейді. Үй тапсырмасы күнделікті өмірде кездесетін ақпарат түрлерінің тізімін жасап беру дейді. Міне керемет, осылай жасай салсақ болады екен. Енді осы бойынша тест құрастыр деп жазайық мына жерге. Енді қараңыздар. Міне миллисекунд ішінде бізге жауап беріп жатырмын. Ақпараттар өңделіп жатыр. Кейін байқасаңыздар, мына жерде мына хабарламаны жазатын жерде бізде іздеу бар, одан кейін себеп. Яғни іздеу бізде көбінесе осындай ақпараттар жасауға арналса, ал себеп бізде талдауға арналған. Кейінірек қосылған нәрсе. Және де бір ескеретін жағдайы, міне 4O деген версиясы бізде тегін версия, бірақ қандай да бір лимит болады. Яғни 5-6 хабарламадан кейін сіздерге ары қарай тегін ChatGPT-ге ауыстырады. Ал 4O деген бізде ақылы түріне жатады. Және де сіздер бұның ақылы түріне өтсеңіздер де болады. Яғни мына жерде жоспарды ауыстыруды бассаңыздар, тегін бізде қолданылып жатқан ChatGPT, ал барлығы тегін бізде $20 тұрады. Ал енді Pro версиясы бұл жерде $200 тұрады. Pro версиясын талдайтын болсақ, бұл жерде плюс нұсқасындағы барлық мүмкіндіктер O1, O1 mini, GPT-4O және кеңейтілген бейнеге шектеусіз қол жеткізу дейді, кеңейтілген дауысқа шексіз рұқсат. Ең қиын сұрақтарға ең жақсы жауаптар алу. Яғни Pro версиясын алған сайын сіздерге мүмкіндіктер көбірек болады. Осыны қолдансаңыздар болады. Енді бұл жерде бізде тағы да ерекшелігі, GPT бізге сурет дайындап береді. Ақпаратқа қатысты сурет өңделуде небәрі 5 секундтың ішінде сіздерге сурет шығарып береді қазір. Сурет жүктелуде. Міне мынау бізде енді қатты ұқсайды деп айта алмаймын, бірақ та сіздер мысал ретінде келтірсеңіздер болады. Яғни мына жерде сандық ақпараттар бар, мәтіндік ақпараттар бар, аудио ақпараттар деген сияқты.
осындай мысалдарға қолдансаңыздар болады. Жалпы ChatGPT мүмкіндіктері өте көп, ары қарай сіздер қолдана берсеңіздер болады. Және де осыны бөліссеңіздер де болады екен. Яғни сілтеме жасайсыздар және де досыңызға жібересіз. Арнамызға тіркеліп алыңыздар, пайдалы болса сақтап алыңыздар.